Так, видеоның рендері бітті уже дейтін далада дейтін ема уже обед болып кеткен екен ғой. Е-мое, мен видеоны бағана таңертең ұйқыдан тұрған кезде бастаған сияқты едім. Так, е-мое, далада дейтін бізде жұмыстар дейтін грядкаларым менің толып қалған екен. Так, мен грядкаларымды тазалап, в общем, әдемі қылып қояйын. Так, өзіміздің сүйкімді де сүйікті мотыгамызды алып, короче, мына грядкамызды тазалап. Так, менің сәбіздерім дейтін уже өсіп қапты дәу, уже бірінші классқа баратындай болып қалған екен. Так, мыналарды не қылайық, егейік, в общем. Так, осындай әдемі қылып қояйық. Мына жақта еще бізде житель жүр екен. Так, житель де өзінің грядкаларын әдемі қылып істеп жатыр екен. Мына жақта бізде магазин пайда болып, біреу магазин салып отыр ғой деймін, че-то. Мына жақта әдемі болып бір магазин пайда болыпты, че-то әлі тауарларын әкелмеген сияқты. Так, мына жақтағы нелерді істеп жіберейік. Так, мыналарды да әдемілеп қойып жіберейік. Так, мына житель мына жерде не істеп тұр? Так, оппо, мынау қайдан пайда болды? Так, мынандай бұрын соңды көрмеген едім. Так, мынаны басып көрейінші, мынау бізде ашылады ма екен? Так, ё-моё, так, менің камерам қасында ме? Так, так, достар, все, камерамы қосайын мен. Ей, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Ермұхан. Достар, в общем, дейтін мен бүгін таңертең кузницадан шығып грядканы жөндеп жатқан кезде, мынаны грядканы, заттарын огород тазалап жатқан кезде, мына жерде мен дейтін мынандай өте біртүрлі бір люкті тауып алдым. Так, достар, еще бұл люк бізде ашылады екен. Так, мына ішіне қазір кіріп көретін боламыз. Так, мына жерге кіріп көрейік, асықпай. Так, мына жердің бәрі бізде кварцтар екен. Так, мына жерде бізде, так, мына жер чоза біздің ауылдың астынан не ашылып кеткен ба? Біздің огородтың астынан больница ашылып кеткен ба? Так, мына жерде бізде шприц, анау-мынау. Так, мына жерде бізде жителдер тұр. Так, достар. Так, қазір. Так, достар, малар екеу бірдеңде сөйлесіп жатыр екен. Так, қасына барып көрейік. Так. Доктор житель, ауырып отырмын, көмектесші маған. Мен саған бағана укол бердім емес па? Ё-мое, не болды? Әлі ауырып жатырсың ба? Неғып ауырып отырмын ғой? Не болды саған? Қай жерің ауырып жатыр? Айтып жесеңші. Так, достар, малар шынымен больница сияқты. Так. Ауырып бар емес пе? Қышытып жатыр, барлық денемді, көтімді де қышытып жатыршы. Зыңдысың ба? Қайдағы көт? Короче, мен дейтін қазір саған бір не алып келем, қалай ойлайды анау? Бір в общем дәрі бар, соны алып келейік қазір. Короче, қазір тоқай. Ма, достар, бұл тоңқай деп алып, маған не істейін деп жатыр екен қазір, достар. Ё-мое. Так, 1, 2, 3. Так, достар, мына укол салды. Так. Болды. Енді қазір мен мазалайтын болсам, мен сен вообще емдемей қоямын. Бапта, ё-мое, не отыр? Не болды? Так, достар. Ё-мое, маған не болып кетті? Ма, достар. Ема. Достар. Так, достар, Бәрі нормально ма, доктор? Так, достар, так, мына екі житель қуады екен. Қазір мен барып срочно өзім пистолетімді алып келмесем. Так, достар, мына житель бізде бірдеңе білдіріп қойған сияқты. Так, достар, өзім пистолеттерім сұмдықтағын алып келейін. Так, достар. Так, анау мені пока көрмеді. Так, достар, кіреміз қазір. Так, достар, мыналар мынаны естімейді екен, бір құлақтары керең жителдер сияқты. Так, достар. Так, мынау не істеп жатыр екен қазір, қарайықшы достар. Так. Ё-мое, не білдіріп қойдым мен. Ё-мое, енді не істеймін? Блин, басыма тым келмей жатыр. Братишка. Сен кімсің, Ермұхан? Тұра тұр. Сен мені қайдан танисың? Үстінде Ермұхан деп жазылып тұр ғой. Айтпақшы, сен кімсің? Сен қаяқтан? Мынау не нәрсе? Мынау больница ма? Не мынау? Не, что за лаборатория мынау? Еще мынаған не деп жауап бересің мына нәрсеге? Мен мына бункер нені өзім больницаны өзім ашқанмын бар ғой, бірақ ешкімге айтып қойдым. Сен кімнен сұрадың больницаны ашу керек? Мэрдің кім екенін білесің ба сен мына жақта? Кім мэр? Мен де білмеймін, короче, сен соны рұқсат сұрасай, в общем. Мен мэрдім. Тұра, қазір бар ғой. В общем, сен денсауын қойып тастайсың. Или ана жителді қойып тастайсың. В общем, сен түсіндір, мынау чо за фигня, мынау мынандай бұрын біздің соңғы ауылда болмаған нәрсе ғой мынау. Пистолетіме қорқыта бермеш, пистолетін түсірші, сөйлесек. Түсірмеймін ба сен? Достар, мынау дейтін пистолетін түсірші деп тұр маған. Сен еще білдіріп алып, еще маған пистолетін түсір деп тұрсың, ал керек болса атла саламын мына? Атпа, жындымаққа өліп қалам ғой, айтпесе. Так, в общем, мынаны түсіндірсей маған, мынау не нәрсе, мынау бұндай бұрын соңды біздің ауылда болмаған нәрсе ғой. Сен қайдан болған дәрігерсің, сен түсінбедім мен ғой.
мен осы сенің ауыл жекелі ғой, мынау да сол жекелі ғой. Мен бұған айтқым, мен короче өзім не жасағанмын ғой, дәрі жасағанмын ғой, сол дәріні ішіп көрші десем, короче ішіп алып, и осылай неге зомбиға айналып кетті. Мынау зомбиға айналған сөйлей ала ма өзі так? Братишка. Ал кішкене сөйлей алады, бірақ ол ана қорыққаннан бар ғой. Короче қызым қарай. Қатық баған ғой мынау, Қойшы. Сен білесің ба, сен мынаны емдемесең мен сені не істейтінімді? Не істейсің ал? Өлтіремін, мына қалай емдейтінін айт маған. Че, өлтіресің ба не? Қатты өлтіріп қой, мен күлмесе маған істеп қойған қараса, жүр кеттік, давай, сен маған алдыма түс, бол, давай. Түс алдыма, түс бол. Давай, жүр мынаны, давай, жүр. Жүр сен, маған қалай емдейтін, маған айт, ё-моё, сен не істеу керек бұны, айтшы сразу маған. Не болды? Маған қалай емдейміз? Короче, бар ғой, қаяқта еді, ё-моё. Мына, короче, ана, вообще болото бар емес пе, мына ауылда ше? Сол болотаның, короче, астында ана шөп бар да, сол шөпті алып кел, содан кейін емдейміз. Ондай шөп дейтін бұрынсың 100 жылдан өспеген шөп қой, қаяқтан табамыз оны, қуасың ба сен? Ол болотаның астына барып кеп жүреміз ғой оны. Жүр, болотаға барайық, мен қазір саған тауып табамын. Мен ана судың үстінде тұрған. Мынау ма? Мынаны айтып тұрсың ба? Қайсысын айтып тұрсың сен? Ол емес, бәді. Қайсы? Мынау ма? Мына қара, көрдің ба? Сен маған көтер аласың ба? Күшің жете ма сен мынаған? Так, құмыршы көтер алмайым. Так, все, болды, мә. Қанша керек? Біреу жетеді жары? Жетеді, короче. Давай, кет. Мен бар ғой, қазір ана жекелге не жасау керек бізге ше? Зеле жасаймыз қазір. Сен мына жақтарда не істегенсің? Мынау чё за фигня мынау? Мынау адамның денесі, мынау шын ба мынау? Так, вроде бы етіп қалдым ғой. Так. Опа, все, короче, дайындадым, зеле бар ғой. Енді мынаны анаға бірдеңе қылып ішті кісірту керек. Аузын ашып тұрасың ба, мен құямын. Давай. Кеттік, давай ана. Давай, құямыз, давай, кел. Все, давай, мә, тұра сен аузын аш, давай. Неге мен аузын ашам? Аузын ашты сен сүйің ғой білдірген. Все, давай, мә, бердім. Бұл ұйықтап қалды ғой. Так. Ё-моё. Мама, сен емдедің ба не? Чё там, житель, қалай жағдай? Ойбай, мен басқа біреуге айналып келген сияқты едім ғой. Бұлдан емдесең еміп қалған ғой, короче. Так, чё там, житель саған не істеді? Бәріне сен кінәлісің. Так, мынаны өлтіру керек, мынаны сен тірі қалдырмау керек сені. Мені өлтірмеші, мен түрмеге қалмасам болды ше. Мен өзімді кінәмді ойтай, бірақ бізді ауылда түрме жоқ қой. Тоқта. Атам кәз, тоқта, үшке сайын, 1, 2. Тоқтадым. Так, давай, соңғы сөздеріңді айт, давай. 1, 2, 3, соңғы сөзіңді айт. Я пидорас! Сізге рахмет ба, сіздерге изумруд берем, мен Керек сізге емес. Керек емес еді ғой, ё-моё. Ол сен не ауыр болып жүрсің сен? Не ауыр болып жүрсің оған баратындай? Білем, денем бәрі қышып жүрді, білмей өтір. Ит ауру ма сондай өтір, ана ишек басы бар ғой, көтімен бір укол. Бәсе бағана тоңқай деп отқан сол екен ғой. Бопта да сізге рахмет, ал мен кеттім өз отбасыма, там әйелім бар, бала-шағам бар деген. Все, енді ондай жетелдерге жолама, дәріге жетелдерге, яма? Аха, болды. Все, давай, так, ё-моё, достар, бүгін бізде дейтін осындай өте біртүрлі бір оқиға болды, өзім түсінбей қалдым, соңында жителді өлтіріп тастағам, негізі қате болды ма деп қоям, енді ана жителді бір кішкене біртүрлі екен, бағана тоңғайтып қойып, көтіне өліп салдыра берген, в общем, осындай біртүрлі бір оқиға болды бүгін ауылда дейтін. Мен осы кезде так видеоны аяқтайын. Так, достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Әрине арнаға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ермұхан. Келесі кездескенше, көріскенше.